Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін мен бір ерекше жағдайда бейнежазба түсіріп отырмын. Себебі кеше ата-анеміздің үйіне барып келіп, кеше үйімізге келдік, өз үйімізге. Бүгін баламызды тэквондоға жіберіп, жолдасымыз екеуміз машинаға бензин құйып, машинамызды жууға шықтық. Құрып отырмай, қасында сіздерге бейнежазба түсіріп отыруды жөн көрдім. Бүгінгі бейнежазбада сіздерді өткенде мен тікелей эфирде ең көп келген сұрақтар, сол сұрақтарға жауап беруді жөн көрдім. Себебі ең көп келген бір 3 сұрақ бар екен. Біріншісі, Құлпынай, Қазақстанға соңғы рет қашан келдіңіз? Биыл Қазақстанға келесіз. Кореяда жаңа жылын тойладыңыз ба? Қалай тойладыңыз? Жалпы биылғы мақсаттарыңыз қандай деген сияқты сұрақтар болған екен. Мен сіздерге бірден мойындайын, Қазақстанға бармағаныма соңғы рет осыдан 3 жылдан асып кетті ғой деймін. Бірінші кездері мамамыз келді, барып келіп жүрдік. Балам Думан кішкентай кезінде Қазақстанға 2 рет барып келді. Одан кейін мамам қайнынымыздың тойына келді. Одан тағы да мамам 1 рет келіп кетті. Сонымен арада бір бармай үзіліс болып қалды, вирус басталып кетті. Вирус басталғаннан кейін Қазақстанға баруға қорқтым. Өйткені үлкен адам вирус болса емделе саламыз, укол салдырамыз, жазыламыз ғой, бірақ кішкентай бала вирус болудан қалай болады деген сияқты қорқыныш болды да мен барған жоқпын. Бірнеше баруға мүмкіндіктер болып жатты, өзім аяғым тартпады былайша айтқанда. Осы жолы біздің баламызға 2 ай демалыс, желтоқсан айының соңынан бастап наурыз айының басына дейін садикте демалыс, каникул. Жолдасым айтады да, 2 ай не істейсіңдер үйде жатқанда, барып қайт Қазақстанға дейді, сабағын Қазақстанда өте бересің деп. Сосын сіз қызық екенсіз, әдейі істейсіз ба білмеймін десем, неге саған жіберем десем де жақпаймын ба деп күліп жатыр да. Жоқ, қыстың күні мені Қазақстанға әдейі жібересіз ба, чтобы үйден шықпай отырдық десем күледі тырқылдап. Жоқ, ауа райы жақсы болса, мен мысалы достарым үйіне барғым келеді, туған достарым үйіне аралағым келеді, ауылға барғым келеді деген сияқты. Ал қыстың күні баратын болсаң, жол нашар ғой, күн суық қой деп маман үйінен шықпай қаламыз да. Сөйтіп әдейі істейсіз десем күліп жатыр да. Жоқ, негізі қыстың күні баруға болатын еді, бірақ барсам балам ауырып қалама деп қорқам, күн суық, оның үстіне жолда нашар ғой, жол тайға қорқасын машинамен ары бері жүре беруге. Сонымен айттым, ақыр мені жібергіңіз келеді ма? Олай болатын болса, мені көктемде немесе бір керемет жаз айында жіберіңіз. Оған дейін мен жақсылап азып алайын деп. Азу демекші, осы медицинский периодқа біраз шығып жүрем ғой. Сол кезде бір қыз айтады маған, сіз экранда дейді, домалақ бетіңіз үлкен және толық көрінесіз да, күнделікті өмірде бетіңіз кішкентай арық қыз екенсіз ғой деп күліп жатыр. Сөйтіп негізі экран бірнеше килограмм қосатыны рас енді, бірақ бәрібір соңғы уақытта толып кеткенде рас деп күліп жатырмын да. Жаңа жылға не сыйлайын деп сұрап жатыр ғой, айттым, маған биыл сыйлық емес, маған биыл сіз спорт сыйлаңызшы деп күліп жатырмын, себебі мен пилатеске жіберіңізші деп айттым. Өйткені фитнес залға жібергенімен мен барып көргенмін, ешқандай нәтиже жоқ. Себебі тренермен бірге спортпен айналыспағаннан кейін мен нәтиже көрген жоқпын. Өзім барам, келем, телефон шұқылаймын, қайтамын, сондай болдым да. Сонымен осы жолы пилатеске жіберіңізші, чтобы тренермен бірге, мұғаліммен бірге сәл азайын дегенім. Жарайды, азғаныңды көреміз деді. Осы бұйыртса азып дәлелдеу керек, мен азалам дегенді жолдасыма. Азып әп-әдемі болып бұйырса 2022 жыл Қазақстанға бару. Және де осы жылы каникулда балам 2 ай үйде ғой, Думанға қазақ тілін үйрету. Думан қазақ тілін біледі, бірақ мамасы сияқты сайрап тұрған жоқ, сөйлем қылып айта алмайды. Сөз қылып айтады. Бар айтатын сөйлем, мама қарным ашты, мама су берші, мама басқа қылам деген сияқты YouTube көрсетіңізші. Осындай бірлерлерді айтады, ал үлкен бір ойын терең жеткізе алмайды. Сондықтан баламыз негізі мен кішкентай кезінде жолдасымыз екеуміз тіл мамандарынан сұраған кезімізде негізі баланы 3 жасына дейін бір тілде өсірген жақсы. Өйткені кейбір балалар болады дейді, бірнеше тілді қатар алып өседі. Ал кейбір балалар болады, шатасып кетеді, миы 3 тілдің біреуін де қабылдамай қояды дейді. Содан қорықтық та, енді кәріс тілі қазір мамасынан жақсы сөйлейді кәріс тілін. Сондықтан енді кәріс тілін жақсы біледі ғой, қазақ тілін үйретуге менде енді қазір уақыт келген сияқты, дәл уақытсы сияқты бұйыртса, осы 2 айды Думанға қазақ тілін үйретуден бастайтын боламын. Әрине, кәріс тілін мұғалім сияқты тек мұғалім ретінде үйретпеймін, ойын ретінде үйретіп, баланың қазақ тіліне қызығушылығын ашу. Нағашыларына барғанда нағашылармен қазақша сөйлесу ол мақсаттарымның бірі деп айтамын. 2022 жылы қазақша сөйлейтін Думанмен, азған әдемі Құлпынаймен Қазақстанға бару мақсатта. Қазақстан демекші айтпақшы, Қазақстанда сіңілім күзде Қазақстанға барып келді. Сол кезде маған айтқаны, Құлпынай тәте, сіз елесе де алмайсыз деп күліп жатыр. Неге десем, сіңілім Қазақстанға бармалы 3 жыл дегенде барып келді. Сол кезде айтып жатқаны, осыдан 3 жыл бұрынғы Қазақстанды кездестіру
мүмкін емес дейді. Өте әдемі, Қазақстан жақсы жағынан күшті әдемі болып өзгерген дейді. Бұрынғы Қазақстан емес. Ол бір жақсы өзгерісі. Ал маған ұнамаған өзгерісі дейді, барлық нәрсе қымбатшылық болып жатыр дейді. Неге десем, нанның бағасы бұрынға қарағанда әжептәуір өскен, автобустардың бағасы, таксилердің бағасы, продукттың, азық-түліктің бағасы өте қатты қымбат деп айтып жатыр да. Айтады ғой күліп, мен дейді, барған кезде нан беріңізші, анан беріңізші, азық-түлік алып кезде бағасы мынанша неге сонша қымбат деп айтып ұрсып жатсам саудагерлермен, бір саудагер түрме қарап тұрып, қай ауылдан келдің деген сияқты қарап тұр дейді, өзім ұялып кеттім деп күліп қояды тағы өзі. Соншалықты өте қымбат дейді. Сіз баратын болсаңыз егер Қазақстанға дейді, онда сіз ойлаған қаражаттан 3 есе көбін алып барыңыз. Өйткені Қазақстанда қазір өте қатты қымбатшылық деп күліп жатыр да. Айтам да, қазіргі жаңалықтарды көріп жатырмыз, жаңа өзеннің оқиғасы, батыстың оқиғасы деген сияқты қымбатшылық шынымен де қарапайым халықтың да шыдамның да шегі бар деп жатқан сияқты көріп жүрегім ауырып кетеді. Қазақстанда тек қана жақсылық болса екен деп айтқым келеді. Менің өзім таныстарым бар, 10 жыл бойы алып жатқан айлығының суммасы бірдей. Не ол өсіп жатқан жоқ. Бірақ азық-түліктің суммасы күннен күнге өсіп жатыр. Мысалға, Кореяда жалақы әр жылы қаңтар айының басында минимальный зарплата өседі. Биыл да өсті. Соған лайықты әрине азық-түліктің де бағалары өседі. Неге бізде сондай болмайды деп кейде жүрегің ауырып кетеді. Еліміз тыныш болсын деп айтқым келеді. Басқа еш нәрсе айта алмаймын. Және де тағы келесі сұрақтардың бірі, жаңа жылды қалай тойладыңыз, салют аттыңыздар ма деген сұрақта болып жатыр екен. Жаңа жылды біз керемет тойладық десем өтірік болатын шығар. Өздеріңіз білесіздер, өткен бейнежазбада айтқандай, жаңа жылды отбасымызбен үлкен үйге барып тойладық. Сағат 12-ге дейін, сағат 10-ға дейін тамақтандық, торт жедік, басқа қылдық, құттықтадық. Сонымен 12-де мен YouTube-қа, Instagram-ға тікелей эфир жасадым. Сонымен біріміз құттықтадық, ұйықтадық. Яғни бұл жақта ондай салют ату, жаңа жыл тойлау деген нәрсе мүлде жоқ. Мен салют атпағалы айтайын бір где-то бір 9 жыл, 8-9 жылдан асып кеткен шығар. Баяғыдай бір кішкентай кездегі салют кімдікі биік атады, кімдікі әдемі, ондай бір сезім қалмағалы қай заман. Соны ойлап отырып, сіздер Қазақстанда тұрып жатқансыздар бақыттысыздар деп айтқым келеді кейде. Өйткені әрине бәрібір туған жерге жетпейді ғой. Қанша қымбатшылық болсын, қанша басқа болсын, туған жердің ыстығы бәрібір өзімізге ыстық көрінеді туған жер. Сондай, бұйыртса 2022 жылы барлықтарыңызға мақсаттарыңыз орындалсын, армандарыңыз орындалсын. 2022 жылы есте қалатын естеліктерге толы, жақсылықтарға, қуаныштарға толы жыл болсын деп айтқым келеді. Осы жылы Құлпынай ТВ каналы, YouTube каналым сіздерге тек қана жақсы контентпен, пайдалы контентпен, жақсы бір керемет Кореяның әдемі жерлерін көрсететін бейнежазбалармен толықтыруға тырысамын. Бейнежазбамды сіздерге пайдалы болса екен деген мақсатта түсіруге тырысамын. 2022 жылы Құлпынайды және Құлпынайдың отбасын жақсы жағынан өзгергенін көбірек көресіздер деген үміттемін. Және сіздерге де сондай тек қана жақсылық тілеймін. Бұйыртса мақсаттарыңыз орындалсын. Ал ол мақсатқа жету үшін әрекет етейік. Әрекетке берекет бар. Барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Мені көріп отырған әрбір жандар сіздердің отбасыларыңыз қуанышқа толы болса екен деймін. Неге мен бұлардың барлығын сіздерге бейнежазбаға мақсаттарымды жарияға жар салып айтып отыр дейсіздер? Себебі сіздерге осылай YouTube-қа менің мақсаттарымды айтып қоятын болсам, онда сіздердің ұялғанынан орындайтын шығармын. Жоқ дегенде сіздердің ұялғанынан азатын шығармын дегеннен де бір мақсат қой. Бұйыртса 2022 жылы жіптіктей әдемі Құлпынайды, баласын қазақша сөйлеткен Құлпынайды және Қазақстанға келдім деген Құлпынайды көріп қалуларыңыз әбден мүмкін. Қазақстанда кездескенше және Кореяда кездескенше барлықтарыңызды жақсы көремін. Бейнежазбаның соңына дейін көріңіздер. Көп рахмет. Сау болыңыздар.